Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте ауруын үй жағдайында қалай тазалауға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балды, әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм тас жинаудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп, 1,5 не 2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың жеңілдеуіне әсер етеді. Балды күштен өткізілген сәбізден қосып, банкіге салып, біраз уақыт қойса, әбден еріп, сәбіздің шырынына қосылып, тосап сияқты өте тәтті тағам болады. Оны әсіресе бауыры, өт жолы ауыратын адамдар ем ретінде пайдаланса, шипалық қасиеті мол. Бал қосылған сәбіздің құрамында каротин деп аталатын дәруменді зат жақсы сақталады. Балды лимонға қосып сақтаса, бүйрегі, бауыры, өт жолы ауыратындарға өте пайдалы. Пияз бауыр мен өт жолдарына ем. Үстіне қант сеуіп буға пісірілген пияз бауыр мен өт жолдары ауруларына ем болады. Пияздың тұқымын суға қайнатып ішсеңіз, бүйрек ауруларына дауа. Осы қайнатпаны 1:1 мөлшерінде піскен сүтке араластырып ішсеңіз, көзіңіздің көру қуаты артады. Жалбыздың пайдасы. Жалбызды өт бөлінуінің бұзылыстарында, өттің және өт жолының қабынуында, сонымен қатар өттегі тас аурулары мен сары ауруда, ісінулерде, асқазан шаншуларында, ас қорыту және жүйке жүйесінің жұмысындағы бұзылыстарында, ұйқысыздықта, бас сақинасында, невралгияда, жүйке тырысуында және етеккір кезеңінің бұзылыстарында қолданады. Оны қосымша ретінде салатта, кондитер өндірісінде, сусындар, арақтар мен ликерлер өндірісінде, сонымен қатар хош иістендірілген сірке суын, қуырылған етті және зельц дайындауда қолданады. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.